Елімізде аптап ыстықта көлге шомылуға барып суға батқандар көбейді. Көкшетау маңындағы өзен көлдерге соңғы күндері 3 адам суға кетсе, Батыс Қазақстанда 4 адам мерт болған. Гибели послужила недооценка собственных сил. Негізінен суға түскен азаматтар өз күштерін, мүмкіндіктерін дұрыс бағаламайды. Куәгерлердің айтуынша суға батқан 3 адамның 2-і арақ ішкен. Нақты өлім себебі сот медициналық сараптамадан кейін белгілі болады. Мәселен, Ақмола облысы Қаражар ауылы маңындағы Нұра өзенінің сағалары өте қауіпті. Осы жерге кешқұрым келген 25-26 жастардағы 3 жігіттің бірі суға батып кеткен. Ал Красный Горняк ауылы маңында 1966 жыл туған бір топ сыныптастар жиналып, демалыс ұйымдастырыпты. Көңілді отырыс кезінде суға батып бара жатқан құрдастарын ешкім құтқара алмады. Сол күні тағы Ескелді ауылының 53 жастағы тұрғыны да Тұнғата суға түсем деп мерт болған. Ал Батыс Қазақстан облысында осы күндері суға батқан 4 адамның 3-і бала. Соның бірі Бөрлі ауданына анасымен демалуға барған 13 жасар қыз. Ал облыс орталығында университет студенті мен колледж оқушысы батып кетті. На пляжах, хоть коммунальных, хоть частных. Қазір коммуналдықта жекеменшік жағажайларда да суға шомылуға келген адамдардың қарасы қалың. Олардың бәрін қадағалау бізге мүмкін емес. Сондықтан тек рұқсат етілген жерлерде шомылып, сақ болған жөн.